Ливерпуль деген бұл бауыр шайы, шайлардың ішіндегі тәуір шайы, бауыр өт жұмысын шай жеңілдетер, тез қорытылар тамағыңыз жесең майлы. Тапсырыс берсеңіздер жеткіземіз, WhatsApp-қа жазсаңыздар мекен жайды. Баршаңызға сәлем, өлеңнің авторы NL компаниясының менеджері мен Алтынай. Қазақша арнаны дамытуға үлес қосып, арнаға жазылып, өлеңі ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі тоқталатын өніміміз бауыр шайы Ливерпуль. Бұл шай туралы қалай айтса да жарасады. Себебі осы шай дәріханадағы талай дәрінің орнын басады. Сіз дәрі ішіп, бауырыңызға зиян келтірмейсіз, керісінше бауыр жұмысын жеңілдетесіз. Тазартып, емдеп отырасыз. Адамның бауыры құрсақ қуысының оң жақ жоғарғы бөлігінде орналасқан. Ағза тазалаудың комплексті бағдарламасы детокстың екінші қадамында бауыр нені ұнатады, нені ұнатпайды толық тоқталып өткенбіз. Қосымша тағда ақпарат бере кетейін. Бауыр бұл үлкен зауыт сияқты, ағзаны тазартады, ақуыздар мен витаминдерді синтездейді, ас қорыту жүйесіне қатысады және ағзадағы бүкіл процестерді реттеп отырады. Бұл орган өз жұмысын мүлтексіз орындау үшін тазалап отыруымыз керек. Қоршаған орта әсерінен, инфекциялардан, дұрыс тамақтанбаудан, арақ шарап, қозғалыстың аздығы бауырдың жұмысына кері әсер етеді. Бауырды үнемі тазартып отырсаңыз, өт тоқырауын болдырмайды. Бауыр жаңарып отырады. Ливерпуль шөп шайы бауырға, ұйқы безіне және өт шығару жүйесіне комплексті түрде әсер етеді. Осы органдардың қызметін жақсартады және аурулардың алдын алуға көмектеседі. Енді не үшін біз аурудың алдын аламыз? Бауыр ауруын сездірмейтін орган 30% жұмыс жасап тұрса да, сіз сау адам сияқты жүре бересіз. Ауру батпандап кіріп, мысқалдап шығады. Ауру асқынған соң емделуде ұзаққа созылады. Сол үшін ауруға жол бермеуіміз керек. Енді мысал келтіре кетейін. Менің мөлшермен 2 жылдан кейін бауырым ауруы мүмкін деп алдын ала дәрі ішпейсіз. Дәріні ауырмасаңыз алдын ала ішуге болмайды. Бірақ та бауыр ауруының алдын алып, бауыр жұмысын жеңілдетіп отыру үшін сіз үнемі осы шайды ішуге болады, ішуіңіз керек. Себебі бауыр фильтр орган, тазалап отыруымыз керек. Камчатка мен Алтай тауының бөктерінде оттегіге бай, экологиялық таза аймақта сапасы жоғары шөптерден жасалған Enerwood шөп шайының құрамы ерекше жұмсақ әдіспен көп сатылы тазартудан және сүзгіден өтеді. Орамдары да ерекше. Ішіндегі шай жапырақтарының еркін ашылып, шайдың дәмді шығу үшін пирамидалары да көлемді келеді. Enerwood шөп шайлары жоғары сапалы қара және жасыл шай негізінде жасалған және пайдалы фитокомпоненттермен толықтырылған. Олардың дәріханадағы шөп шайлардан айырмашылығы жағымды және ішуге оңай. Енді құрамына ерекше тоқталғым келіп отыр. Олай болса кеттік. Осындай құрамы бірнеше шөптен тұрады. Өзі ағзаны тазалайды және жаныңызға жайлылық сыйлайды. Енді қалай қолданамыз? Бір пирамидасын алып, 200 мл қайнаған су құйыңыз, 20 минутқа бұқтырып қоясыз. Тамақтану кезінде күніне 2 рет 100 мл-дан қабылдайсыз. Қалған бөлігін бір күннен артық емес тоңазытқышқа сақтап қоясыз. Дәміне қарай қант, бал, лимон қосуыңызға болады. Денсаулығына бейжай қарамайтын әр адам ішуі керек шай.
Детокстың екінші қадамымен бірге бауырды тазалау кезінде ішесіздер, жай уақытта да ішіп отыруға болады. Өті жоқ адамдарға таптырмас көмекші шай. Енді қарсы көрсетілімдер де бар. Өт қабында тас болса ішуге болмайды. Құрамындағы қандай да бір шөпке жеке төзбеушілік, жүйке қозуының жоғарылауы, ұйқысыздық, қан қысымының жоғарылауы, жүрек ырғағының бұзылуы, жүктілік, бала емізген кезде ішуге болмайды. Өнім туралы сұрақтарыңыз болса, видео астына байланыс номерлерін қалдырамын, хабарласыңыздар. Enel компаниясының менеджерлері сізге келіп, осы шайды ұсынатын болса, ойланбай алыңыздар. Енді Enel қосымшасындағы клиенттердің қалдырған пікірлері бар екен, соған шолу жасап өтейік. Бұл шай туралы айтылған Алма ханымның пікірін YouTube арнасынан да көре аласыздар. Сілтемені қалдырып кетемін. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.